Сәлеметсіңдер ме балалар, каналыма қош келдіңдер. Біз бүгін 12-ші бөлім тұқым қуалаушылық пен өзгергіштік заңдылықтары параграф 33 Грегор Мендель ашқан белгілердің тұқым қуалау заңдылығын өтетін боламыз. Бұл тақырыпта осы генетиканың дамуы мен қалыптасуындағы Грегор Мендельдің зерттеулерінің рөлін бағалау туралы білетін боламыз. Генетика дегеніміз не? Генетика дегеніміз белгілердің тұқым қуалау заңдылығын және өзгергіштігін зерттейтін ғылым. Ғылым ретінде генетиканың негізін чех жаратылыс зерттеушісі Грегор Мендель қалаған болатын, немесе Йоганн Мендель деп те айтсақ болады. Ол кісі 1866 жылы жариялаған өсімдік будандарының тәжірибелері деген мақаласы генетиканың жеке ғылым болып қалыптасуына негізін тигізген ғылымдардың бірі болып табылады. Енді астындағы суретке қараңыздар. Бұл жерде Грегор Мендель осы өсімдіктерге будандастыруға асбұршақты алған болатын. Себебі бұл асбұршақтың басқа өсімдіктерден қарағанда артықшылығы көп. Соған байланысты зер зат ретінде асбұршақты алған болатын. Яғни оның суретке қарасаңыздар, бірінші күлте жапырақша мен бұршағының реңі және ергежейлі мен қалыпты биіктігі. Ергежей деген ол аласа деген сөз. Ұмытып қалмаңыздар. Үшіншісі бұршақтың пішіні, төртіншісі бұршақтың түсі, бесіншісі тұқымның пішіні және де алтыншысы тұқымның түсіне байланысты, осы ерекшеліктеріне байланысты, яғни моногибридті, дигибридті, тригибридті, полигибридті есептерді шығарған болатын. Яғни бұл кісі осы Мендельді жайдан жай таңдап алған жоқ. Яғни оны таңдауға себептері болды. Қазір оны тағы сіздерге мен айта кететін боламын. Енді келесі слайдта қарасаңыздар, белгілердің ауыспалылығы деген бар. Осы жаңағы алдындағы слайдта айтылып кетті ғой, бойы, ұзындығы, пішіні деген сияқты. Осылардың түстері кедір бұдырлығына жауап беретін гендер туралы айтатын боламын. Яғни бірінші тұқымның түсі. Осы асбұршақта екі ғана түс бар, басқа түс жоқ. Яғни бұл сары түсі болады және жасыл түсі болады. Одан басқа тұқымның пішіні деп айтып кеттік қой жаңа алдында. Бұның тегіс тұқымдар болады және бұдыр тұқымдар болады. Күлте жапырақшасының түсі. Күлте жапырақша деген білесіздер, кез келген гүлдің түстері әртүрлі ғой, мысалы қызыл, сары, жасыл. Ол яғни күлте жапырақшасына байланысты. Бұныкі біреуінікі күрең қызыл, екіншісінікі мысалы ақ болады. Жапырақтары мен мұртшаларының дамуы біреуінікі күшті дамыған, екіншісі солғын дамыған. Биіктігіне келетін болсақ, жаңа айттық, биік дедік, немесе қалыпты дедік және ергежейлі дедік. Қалыпты және аласа болып келеді. Асбұршақтың және бұршаққынның түсі сары, жасыл болып келеді. және де бұршаққынның пішіні тегіс бұдыр болып келеді. Яғни бұл олардың белгілері. Ал алма-кезек ауысулары болып табылады. Осы белгілерге байланысты сіздер есепті шығаратын боласыздар. Бұл түсінікті деген ойдамын. Енді келесі бізде моногибридті будандастырудың белгілері, яғни таңбалану көрсетілген. Негізінде бұл таңбалануды біз келесі сабақта өтуіміз керек. Бірақ та біз қазір енді Мендельдің бірінші заңы, екінші заңын түсіндіре кетемін ғой. Сол үшін бізге бұл міндетті түрде керек. Дәптерлеріңізге бұларды жазып аласыздар. Осы таңбалануды пайдалану арқылы сіздер есептер шығарасыздар. Енді қараңыздар, осыны айтпас бұрын мен бірден жаңағы айттым ғой сіздерге, асбұршақ өсімдігін жайдан жай таңдаған жоқ деп. Неге? Себебі олардың барлығының екі баламалы белгісі бар. Жаңа айттық, сары, жасыл дедік мысалы, белгілердің саны аз болады, яғни бұларда житақ белгісі бар. Зерттеуге ыңғайлы. Және бұл өсімдіктің басты ерекшелігі, олар өздігінен тозаңданады. Және сары түсті бұршақта жасыл түсті гені керісінше болмайды. Өздігінен тозаңдану дегенде білетін шығарсыздар, сіздер 7-ші класста өтіп кеткенсіздер. Бір гүлдің ішіндегі аталығы сол гүлдегі аналықтың аузына түсуі, білесіздер. Ал айқас тозаңдану деген бар, ол бір гүлдің аталығы басқа бір гүлдің аналығының аузына түсуін айтатынбыз. Яғни сіздерге анықтама ретінде беріп кетіп жатырмын. Енді мына жердегі нелерге қарайық, дарақтарға, белгілерге қараңыздар. Біріншісі П деген.
парента дейміз бұны. Ата-ана дарақтарын осылай белгілейміз. Есептің берілісінде ең бірінші осы П жазылады бізде. Одан кейін аналық және аталық белгілер бар. Аталықтың белгісі ол Марстың белгісі. Шоқжұлдызының аналықтікі Венера, білесіздер, соның шоқжұлдызы болып табылады. X дегеніміз бұл будандастыру, бұл аналық тарақ пен аталық тарақтың ортасына қойылады. F1, F2, F3 дейді, яғни бұлар ұрпақтар болып табылады. Үлкен А. Үлкен Аны біз доминант ген дейміз. Яғни доминант деген ол басым деген сөз. Басым деген ол үлкен. Ал кішкентайы ол рецессив деген. Ол яғни басылыңқы ген, яғни кішкентай дейді. Түсінікті ғой, осыны естеріңізге сақтаңыздар. Доминант деген, рецессив деген. Егер бізде екі үлкен А жазылса қатарынан, оны біз доминантты гомозиготалы дейміз. Доминант деген жаңа алдында айттым, ол үлкен А дедім. Гомозигота деген ол бірдей деген сөзден шыққан. Гомо деген, яғни екі үлкен А. Екі кішкентай А, ол жаңа алдында да қайталадым, айттым, рецессивті дедім. Ол да гомозигота, себебі екі кішкентай алып тұр. Гомо деген ол бірдей деген сөз. Ал үлкен А кіші А болса, оны біз гетерозигота дейміз. Гетеро деген әртүрлі. Үлкен А гені де бар, кішкентай А гені де бар. Сондықтан біз бұны гетерозигота дейміз. Бұлардың барлығын аллельді гендер деп айтады. Бұны дәптеріңізге жазып аласыздар. Және генотип, фенотип деген екі ұғым бар. Бұл генотип дегеніміз ағза гендерінің жиынтығын айтамыз. Қазір көресіздер, сіздер ары қарай нелерде Менделдің заңдарында жазылып тұрады. Бұлар фенотип деген генетикалық белгілердің сырттай және іштей көрінуі. Мысалы, айтамыз, біз есепте жаңағы гүл туралы болатын болса, ал қызыл гүл, ақ гүл, немесе қызыл гүл деген сияқты, солардың нешеуі доминантты, нешеуі рецессивті, немесе нешеуі ақ, нешеуі қызыл деген осы белгілерге жауап береді. Бұл есеп шығарудың басты шарттары болып табылады. Енді келесі біз Менделдің тәжірибелеріне келеміз. Менделдің жалпы үш яғни ережесі бар. Бірінші, екінші және үшінші заң дейміз. Біз осыған қазір тоқталамыз. Осы заңдарды түсінсеңіздер, сіздерге кез келген есепті шығару өте оңай болып келеді. Енді осы Грегор Мендел, яғни ата-анасы ретінде таза сорт тармақтарды алған. Яғни олар бүршік белгісі бойынша ол тұқымның сары түсін және жасыл түсі бойынша айырмашылық жасайтын екі өсімдікті алған. Осылай ол кісі және бірінші заңында сары және жасыл ұрпақтарды бір-біріне будандастырады. Енді қараңыздар, мен айттым және П деген ол парента, ата-ана дарақтары, есептің берілісі осы қойылады. Одан кейін бізде сары түс, доминантты белгі, байқап тұрсыздар, екі үлкен А жазылады. Бұл бізде аналық, шолпанның белгісін көріп тұрсыздар. Одан кейін X қойылады, ол шағылыстыру белгісі. Одан кейін жасыл түс дедім ғой, бұл жерде екі кішкентай А жазылады, яғни рецессивті гомозиготалы. Көріп тұрсыздар, ішінде жазылып тұр ненің аталықтың. Бірақ ол есептен кітаптарыңыздан қарайсыздар, ол жерде жазылмайды. Ол жай сіздерге түсінікті болу үшін түстермен көрсетіп тұр ғой, сары жасыл деп. Солардың орнына жазылады. Яғни екі үлкен А деп жазасыздар, мысалы, сарының орнына, жасылдың орнына екі кішкентай А дейсіздер. Одан кейін дәл П-ның астына сіздер Г деп қоясыздар, яғни ол гамета. Қандай гамета түзіледі? Бірінші, яғни сары түстен екі үлкен Адан бізде негізі бір гамета ғана түзілуге болады. Өйткені екеуі бірдей болса, біреуін ғана жазуға болады. Немесе үтір арқылы екеуін де жазуға болады. Енді әр мұғалім әртүрлі түсіндіреді. Мысалы, мен өзім оқушыларыма бір ғана гаметаны жазсам, гаметаны жазған кезде. Мысалы, жасылда да екі кішкентай А тұр ғой, оның астына бір кішкентай А жазуға болады, немесе екеуін де жазасыз, бірақ арасына үтір қоясыз. Енді F1 табамыз, ұрпақтар табамыз, Ұрпақты табу үшін мынау жаңағы ең бірінші аналықтағы үлкен Аны көрдіңіздер ғой, жаңағы сары түстегі. Сол үлкен Аны жасыл түстегі бірінші кішкентай Аға көбейтесіздер. Сонда үлкен А кішкентай А болады. Үтір қоясыздар. Қайталаймын, жаңағы бірінші
сары түстегі үлкен А бар ғой, бірінші тағы да сол бірінші Аны жасыл түстегі екінші кішкентай Аға көбейтеміз. Тағы да үлкен А, кішкентай А болады. Үтір қоямыз. Енді жасыл түстегі екінші А көріп тұрсыздар, иә? Екеуі бірдей ғой өзі. Сонымен көбейтеміз. Сол жасыл түстегі екінші Аны кешіріңіздер, сары түстегі екінші Аны жасыл түстегі бірінші Аға көбейтеміз. Тағы да үлкен А, кіші А болады. Тағы да сол сары түстегі екінші Аны жасыл түстегі екінші Аға көбейтеміз. Үлкен А, кіші А. Енді қарасаңыздар, ұрпаққа қараңыздар, барлығы бізде сары түсті ұрпақ пайда болып тұр. Қарап тұрсыздар, иә? Бүкілі сары болып тұр. Балалар, енді осы жерде сіздер түсінбей жатсаңыздар, комментарийға жазыңыздар, мен қайтадан сіздерге түсіндіруге тырысамын келесі видеода, иә? Бірақ дұрысырақ, нақтырақ түсінікті тілде айттым деген сіздерге ойдамын. Сонда F1-де ұрпақтың барлығы сары түсті пайда болған. Жасыл түс жоғалып кетті. Көріп тұрсыздар. Яғни генотипі бойынша барлығы гетерозиготалы. Гетерозиготалы дегенді мен жаңа алдыңғы видеода айтып кеттім. Үлкен А, кіші А болса, біз гетерозигота деп атаймыз. Ал фенотипі бойынша, сыртқы көрінісі бойынша ұрпақтың бәрі қандай түсті? Иә, барлығы сары түсті болады. Осы ережені біз біркелкілік заңы деп атаймыз. Мендельдің бірінші заңы қалай аталады десе, біркелкілік немесе толық басымдылық заңы деп атаймыз. Немесе доминанттылық дейді. Өйткені ұрпақтың барлығы доминантты болып тұр. Көріп тұрсыздар, иә? Енді сіздерге осы түсінікті деген ойдамын. Екінші заңды түсіндірейін. Екінші заңды бастамас бұрын Грегор Мендель осы бірінші ұрпақтан алған жаңағы өнімдерді деп айтсақ болады, иә? Осыларды өзара шағылыстырған. Өзара деген бір-біріне шағылыстырған. Бірінші ұрпақтағы алынғанды. Ол үшін ол кісі жаңағы парентаны жазамыз, иә? Барлығы төртеуі де үлкен А, кіші А болып тұр ғой. Соның біз екеуін аламыз, бір-біріне шағылыстырамыз. Яғни екі сары түсті бір-бірімен шағылыстырған кезде ұрпақта қандай өзгеріс пайда болады? Енді осыны айтайық. Бас жағын енді түсіндірмей-ақ қояйын, гаметаны түсіндірейін, иә, сіздерге. Жаңағы үлкен А, кіші А болды. Бұл жерде бізде гаметада сіздер екеуін де жазасыздар. Себебі екі түрлі, біреу доминантты, біреу рецессивті. Арасына үтір қоясыздар. Аталықта да дәл сондай, екеуін қайталап жазасыздар, тек арасына үтір қоямыз. F2-ні түсеміз. Енді қайтан көбейеміз. Аналықтағы, яғни сары түс үлкен Аны аталықтағы бірінші үлкен Амен көбейтесіздер. Үлкен А, үлкен А болады. Аналықтағы бірінші үлкен Аны аталықтағы екінші кішкентай Аға көбейтесіздер. Үлкен А, кіші А болады. Қайтадан аналықтағы екінші тұрған кішкентай Аны аталықтағы үлкен Аға көбейтеміз. Үлкен А, кішкентай А. Неге десеңіздер, бұл жерде кішкентай А, үлкен А болып тұр ғой. Кішкентай рецессивті ген ол ұрпақты жазған кезде алдына жазылмайды. Ол артына жазылады. Доминантты белгі алдына жазамыз, рецессивтіні артына жазамыз. Төртінші, аналықтағы кішкентай Аны аталықтағы екінші кішкентай Аға көбейткенде екі кішкентай А шығып тұр. Яғни бұл жерде сіздер көріністі байқапсыздар, басқа түс жарыққа шығып тұр, иә? Ол жасыл түс. Яғни бұл заңды Грегор Мендель ажырау заңы деп атады. Себебі сіздер басқа түсті бұл жерді көріп тұрсыздар, яғни ажырау болды. 3-тің бірге қатынасы. Бұл фенотипі бойынша 3 сары ұрпақ, 1 жасыл ұрпақ пайда болды. Ал генотипі бойынша 1 үлкен А, яғни доминантты гомозиготалы. Оқылуымен алдыңғы видеода айтып кеттім, жаңа қарайсыздар слайдтарда. 2 үлкен А, кіші А, доминантты рецессивті, және 1 кішкентай А, яғни гомозиготалы рецессивті ұрпақ пайда болған. Міне көрдіңіздер, яғни
бұл екінші заңнан сіздер бірінші ұрпақтағы жойылып кеткен жасыл түс белгісінің ұрпақтарда қайта пайда болғанын көріп тұрсыздар. Және де бірінші ұрпақтың сары будандарынан 1/3 ара қатынасындағы сары және жасыл ұрпақтың пайда болу құбылысы, яғни Менделдің екінші заңы немесе белгілердің ажырау заңын көріп тұрсыздар. Яғни ата анасы бірінші ұрпақ будандарында, яғни үлкен А, кіші А, яғни аналықта, яғни өздігінен тозаңданса, яғни және де аталықта да үлкен А, кішкентай А гетерозиготалы, бұл бірінші ұрпақ будандарының ерекшеліктері болып табылады. Ал екінші ұрпақта сіздер ажырауды байқадыңыздар. Және де осы Грегор Мендель ең алғаш рет гибридологиялық әдісті қолданған болатын. Бұл әдіс, яғни басында басқа ғалымдар қолданған болатын, бірақ аяқталмаған. Ал осы әдісті генетикалық ғалым Грегор Мендель соңына дейін жеткізген болатын. Енді қандай біз қорытындыға келеміз? Осы Мендель заңдары бойынша бірінші ұрпақ будандарының біркелкілік заңы, басымдылық заңы немесе Мендельдің бірінші заңы, бірінші будан ұрпақтарында барлық ұрпақтары бірдей және басым деп аталатын, әкесі немесе анасы екеніне тәуелсіз ата-анасының біреуінің түсіне ие болатын білдік. Және де екінші заңы бойынша белгілердің ажырау заңы немесе Мендельдің екінші заңы өздігінен тозаңдану кезінде, өздігінен тозаңдану деген, яғни екі аталы да аналы да бірдей деген сөз, түсінікті ме? Өздігінен тозаңданған кездегі екінші ұрпақ будандарда 1/3 қатынастағы ажырауды байқадық. Және гаметалардың тазалық заңы, гаметалар таза күйінде тек бір тұқым қуалайтын фактор тарататынын біз білдік. Енді сіздерге шамам келгенше мен осы тақырыпты сіздерге түсіндіруге тырыстым. Менің бұл сүйікті тақырыптарымның бірі. Сіздер сияқты өзімнің оқушыларыма есептерді көптеп шығартамын. Егер есеп шығаруды үйренгілеріңіз келсе, оған бір арнайы сағатымды да арнауға сіздерге дайынмын. Моногибридтіге, дигибридтіге. Және мен бір кішкене қателігім де шығар. Мына жерде мен мышкамен сізге көрсете алмаймын, тек қана дауыстап айтып отырдым. Енді шамаларым келгенше түсіндік деген ойдамын. Егер мен мышкамен көрсетіп отырғанда барлығы кішкене нақтырақ болушы еді. Бүгінгі сабағым енді осымен аяқталды, балалар. Түсінбеген жерлерің болса жазыңыздар. Келесі видеода егер есептер шығаруға арнайы видео арнасам, тағы да түсіндіремін сіздерге. Келесі сабақтарда біз енді осы моногибридті, дигибридтіге байланысты, жалпы тұқым қуалаушылық пен генетикаға байланысты тақырыптарды ары қарай жалғастырып сіздерге түсіндіретін боламын. Каналымнан алыстамаңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, өздеріңіздің достарыңызбен бөлісіңіздер.